Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай өте нәзік, дәмді, біз жасағаннан шығатын, құрамы да қолжетімді заттардан тұратын итальянский пирогтың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз қолдауларыңызды білдіре кетіңіздер, және де арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше дәл осындай дәмді, нәзік пирогымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен осылай екі жұмыртқамызды ақ уызы мен сары уызынан бөліп алатын боламыз. Бізге қазірше сары уызы қажет болады. Ақ уызын бөлек қалдырамыз. Енді осының үстіне шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз ағарғанша. Содан соң оның үстінен ерітілген сары майымызды да құйып, оны да жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызға жарты шай қасық разрыхлителімізді салып, оны да жақсылап құрық массаларымызды араластырып, сұйық массамызға екі бөлікке бөле отырып қосатын боламыз. Массамызды ең алдымен дәл осылай венчиктің көмегімен, содан соң икемге келгеннен соң қолдың көмегімен жақсылап эластичный, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын. Енді екі бөлікке теңдей бөліп, қамырларымызды ыңғайлы етіп, пакетикке салып, мұздатқышқа жіберетін боламыз. Біздің қамырларымыз қатуы тиіс. Енді сливочный массасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы алдын ала бөлініп алған ақ уыздарымызды дәл осылай миксермен араластырып, меренга дайындайтын боламыз. Неге біз меренгамыз ақпайтындай болды, сондай қалыпқа жеткенде үстінен шекерімізді салып, оны да жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Енді үстінен қаймағымызды саламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Және де үстінен електен өткізіп алған кішкене ұнымызды да салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осымен көріп тұрғандарыңыздай біздің сливочный массамыз дайын. Міндетті түрде қозғайтын кезде ыдыстарыңыздың барлығы құрғақ болу керек. Әйтпесе сіздің меренгаңыз дұрыс шықпайтын болады. Енді табамызды осылай маймен жақсылап майлап алатын боламыз. Менде форма 24 диаметр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырларымыз мұздап қатып шықты. Енді бізге терканың көмегі қажет болады. Ең алдымен осылай бірінші бөлік қамырымызды жақсылап терканың көмегімен барлық жеріне жететіндей бір келкі етіп, майдалап үккіштен өткізіп алатын боламыз. Жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше, дәмі де сондай нәзік, әрі көріп тұрғандарыңыздай қолжетімді заттардан жасалып жатыр. Міндетті түрде шаймен ішкенге жасап, отбасыңызды қуантсаңыз болады. Мінекей бірінші қабатын жасап алдық. Енді жақсылап нығыздап барлық жеріне жететіндей етіп, содан соң үстінен дайындап алған сливочный массамызды құйып алатын боламыз. Біркелкі етіп жағып шығамыз. Ешқандай бортиге онда ештеңе жасамайсыз. Тек қана бір қабат етіп, қамырымызды астына жазып аламыз. Енді қалған екінші бөлік қамырымызды осы массамыздың үстінен барлық жеріне жететіндей етіп, үккіштің көмегімен өткізіп шығатын боламыз.
енді барлық жеріне жеткізіп жайып аздап алдын ала қызып тұрған 180 градустық пеште 35 минутта пісіріп алатын боламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз пісіп шықты. Суытып алғаннан соң формасынан ажырады. Осылай тәрелкемізге салып, бетін қамыр ұнтағымен безендірсеңіздер де болады. Мен онда ештеңе қоспадым. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік. Бір жасағаннан шығатын рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Көрінісінің өзі сондай ерекше. Шаймен ішкенге өте керемет тәттілердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамды жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.